улучшение есть, дыхание открылось. Достар, бізде операциядан кейінгі результат. Экранға назар аударыңыздар. Мына құлағы бізде жасалмаған құлақ. Бұны біз болашақта жоспарлаймыз. Кішкентай ғана тесігі бар. Сол құлағының тесігі үлкен болатын бұл кісіде. Мынау уже полностью бәрі жақсылап жабылып тұр. Және де бұл пациентімізге біз совместно операция жасадық, мұрнына да жасадық, септопластика. Қазір тоже көрейік. Экранға назар аударыңыз, қараңыздар, мына қандай. Полный бәрі перегородкасы бәрі мына жерде қисық болатын, қазір полный ашылды. То есть екі операция бір наркозбен нәтижесін енді көріп тұрсыздар, результатын енді өзіңізден сұрайық. Ал не айтасыз, операцияның алдында қалай болды? Біз жайлы вообще қалай естідіңіз? Енді айтатыным, мен өзім Семей қаласынан келіп отырмын. Сіздерді чисто инстаграмнан білдім. Первоначально рекламный неге шыққан кезде 2 жыл сіздерді зерттедім. Чисто инстаграмға каждый операцияңызды, каждый приемды осылай зерттеп, соны өзіме шын айтса қасымдағы жұбайыммен ақылдасып, чисто осы клиникада өзі врачқа подписанный болған. Сол сізді өзі сердце подсказала дегендей. Нәтижесі енді міне 1 айдан кейін қатты қорқып кетім. Это не скрыть. Бірақ та қазір уже слух, сіз 3 айдың ішінде деп айтқанның өзінде 3 айдан кейін, как я слышать буду, қазір уже шорох каждый намного. 60% енді қазір действительно улучшение есть, дыхание открылось. Действительно, это не... Даже, как мне сказали, что я меньше храпеть начала. Храп уменьшился, да? Да. Өте жақсы. Өте ризамын. Енді планирую. На второй выход. Да. 3 айдан кейін как получится. Может, на следующий год, но екінші құлақ это 100% надо. Обязательно жасату керек, потому что бізде этаппен бөлеміз. Көбісі айтады, 2 құлақ тесік, давайте сразу жаса дейді да. Біз олай жасамаймыз. Біз постепенно, то есть бір құлақты жасаймыз, потом екінші құлақты жасаймыз. Поэтому сізде қазір результат жақсы. Бізде көріп тұрмыз, мұрныңызда ашылған уже, құлағыңызда ашылған. То есть енді кішкене өміріңізде кішкене өзгереді деп ойлаймын. Потому что уже құлақтың естудің қандай зардабын білесіз, қандай шегетін. Поэтому сізге де сәттілік. Екінші уақытта келсеміз. Сізге үлкен рахмет. Жақсы. Действительно, клиникада жатқанда да басында енді сравнение болады ғой. Действительно, отношение ваших врачей, ассистентіңізға үлкен рахмет, вообще за вежливые отношения. Жақсы. Жақсы, сізге рахмет. Сенім артқаныңызға рахмет.